Шошқа басты кейуана. Арса-арса Алтай тауларын қыраттарын бір қыдыру аралап Семейге келгенде жазыққа түсіп пойыз тұлпар бауырын жазып жолды біраз өндіріп алады. Қалбатауды жанамалай өтіп жел өтіне орналасқан бекетке тұмсық тіреп терең тыныстап пысқырып кісінеп келіп ентіге тоқтайды. Бұл бекеттің атын ұмыттым. Бір-екі мәрте мені осы жерден таныс жігіттер мінгізіп жіберген. Бұл бекетте қысы-жазы үнемі жынды жел құтырына соғып тұрады. Бар болғаны 10 минут аялдаған пойызға жолаушылар асығыс-үсігіс мініп үлгеруге тырысады. Біздің вагонымызға мен отырған купеге Мексика шляпасы қауқиған, қолында әсем таяғы бар бір шал келіп кіреді. Ауа райын қарғай сілей кірген ақсақал дөңгелектегі сөмкісін қабырғаға сүйей салды да шляпасын бірден сыпыра шешіп төсекке алып ұрды. Атаңа нәлет құтырған жел, шляпамды қақшып алып, әудем жерге алып кетіп пойызға әзер үлгердім деді ол, қырылдай сөйлеп. Ассалаумағалейкум ақсақал. Бұл бекеттің желінің жындылығының күштілігі сондай, кейде адамның өзін дедектетіп алып кетеді. Осында аман-есен кіргеніңізге тәубе деңіз дедім, іле-шала әзілдей үн қатып. Маған ол бұрылып қарамады да, ол үндемеді. Төсектің көмірін шұқшия іздеп үңіле қарады. Сіздің билет орныңыз 17 болса, тура таптыңыз дедім, мен ол кісіге көмектескім келіп. Патшағар, онда дөп түспін. Бұл жерді мен жынның мекені дер едім. Себебі шошқа бағып, содан ажалы содан болған адам елінен, дінінен, туған ауылынан безген күйде, осында мәңгілік ұйқыда жатыр. Сен не білесің? Жоқ, білмейсің сен. Кей-кейде түн ортасында шошқа басты адамның аруағы көшені кезіп жүреді екен. Адамдар үрейден түнде есіктерін тарс жауып, оның шыңғырған жылаған даусына қарамай, үйлеріне кіргізбейтін білесің бе? Сен оны білмейсің. Бала, шоқша сақалы селтеңдеп, көзі ежірейіп маған сұқ саусағын кезеді. Әп-сәтте шошып кетіп, жайбарақат денемді үрей кеулей жөнелді. Апырая деген сөз ытырына шыққанын өзім де сезбей қалдым. Содан соң шалтық болмағандай атып тұрып шляпасын бипаздай көтеріп, киім ілгіш келді. Сөмкесінің ысырмасын ашып, ішінен асықпай отырып керек жарағын алды. Сүйретпестен төменге таяр еткіде тастап, әп-сәтте үстіне көнетоздау спорттық киімін киіп алды. Селдір көкшулақ шашы үрпі-түрпі, бұрын бұйрабастау болуы әбден мүмкін. Бет-аузын шоқша сақалдан бастап түк басқан. Көптен бері қырынбағаны көрініп тұр. Шаршаңқы жүзі, жолаушы қарттың бойы сырықтай ұзын екен. Жоғарғы нар төсекке басы тиіп, бүгжиіп отыр. Немене, құрбақа сияқты бағжиып қарайсың? Мендей шал көрмеп пе едің бәтшағар? Шал мені ұмытып кеткен шығар деп ойлағанмын. Бәрін байқап, сезіп отыр екен. Мен әлгі шошқа басты адам ба, аруақ па, есімнен шықпай. Ха-ха-ха деп, аяқ астынан ол шалқия тырқылдап күле берсін. Тағы да сасып қалдым. Қорқақ неме, мен өтірік айтып отырғаным жоқ, деп шал күлкісін тыйып, оны өз көзіммен көрдім. Өмірде олай қорықпаған шығармын. Шошқа басты адам. Адамша жылайды, шошқаша шыңғырады. Ол сатқын болса да менің туысым болатын. Әкем өлерінде аманат еткен. Амал жоқ іздеп бардым. Келмеуім керек еді. Әттең аманат. Мұндай сұмдықты көрем деп ойладым ба? Шынында да ол өмірде болған адам ба деп сұрауды қоярын қойсам да, өзім іштей ыңғайсызданып қалдым. Немене, мен өтірікшіге ұқсаймын ба деп, айтама деп қауіптендім. Оның қорқынышты әңгімесі екеуара купеде үрей туғызып, терезеден шошқа басты адам маған қарап тұрғандай болды. Шал қауіп еткенімдей маған жалт қарады. Патшағар бала, ант етемін, әлде сенбей отырсың ба? Сәл шыда. Мен қазір саған бәрін айтып беремін. Арақ деген пәлені қойып кетіп едім. Кешегі қорқынышты оқиғадан кейін бір бөтелкесін сатып алдым. Қазір. Айтпақшы, менің атым Зейнолла. Шетім болсаң жақында. Күрішкеңді шығар. Зейнолла сөмкесінен жалт еткізіп, бөтелкені суырып алды да, тарс еткізіп үстелге қойды. Селт ете қалған мен, бәрібір әуелгі ойымнан арыла алмай, кезекті сауалды іркпей айтып салдым. Өліп қалған адам қайта тірілгені ме сонда? Ақмақ бала екенсің ғой өзің. Ол тірілген жоқ. Әруақ қой, әруақ. Киноларды көріп жүрген жоқсың ба? Кейбір адамдар өлгеннен соң күнәларына қарай ма? Әлде біреулер зорлық зомбылық жасағандықтан ба? Әруақтар аспанға ұшып, кетпей көшіп жүреді. Оларды менімше Құдай қабылдамайды.
жаны рухы шырқырап, ауырып жер дүниеге симайды. Ал мені іздеп келген адамның күнәсі өте ауыр. Руластары, туыстары, тіптен әке-шешесі оны ауылдан аластап қуып шыққан. Өз дінінен безген пендесін Құдай да жақсы көрмейді ғой. Бұл жол үндемедім. Бірақ көкейімде олғым деген сауал тұрды да көлбеңдеп. Ал шал күйбеңдеп, үстел үстіне тамақтарын шығарған соң, шаппасаң алып, асығыс-үсігіз ашты да, бөтелкенің шапкысын әп-сәтте қағып тастады. Күрішкесіне арақты сылқ-сылқ еткізіп толтыра құйды. Ауаға арақтың жағымсыз иісі жайылды. Мен мұрнымды тыржиттым. Сенің ыдысың қайда, деді ол, бөтелкені күректей қолдарымен ауада қалықтата ұстап. Мен басымды шайқадым. Мен ішпеймін, намаз оқимын. Ол бөтелкені сылқ еткізе үстелге қоя салды. Маған бақырая бір қарап алды да үндемеді. Күрішкесін құлағынан ұстап сәл кідірді де, сүф деп демін сыртқа шығарды. Сол-ақ екен, көз ілеспес жылдамдықпен күрішкесін аузына апарып, көзін тарс жұмып, зәрлі арақты сылқ-сылқ етіп жұта бастады. Жүзінен қиналғаны көрініп тұр. Мен де оны аяп, тыжырына қинала қарап отырмын. Уф, не деген аш, деді оңбаған арақ. Қиярдың үлкен кесегін тез-тез аузына салып, шал қарш-қарш шайнай бастады. Бет аузының тыржиған быржиғаны басылып, өлімсіреген жанары тіріліп, жан-жағына оқшырая қарады. Жүзіндегі әжімдеріне күлкі жүгірді. Шек-шегіне от жылан жүгіріп өткендей болды, деді ол, күбірлей сөйлеп. Ішпеуіңіз керек еді аға, енді жеңеше мұрсатым болар деп, мен де әзілгенсідім. Ол мырс етіп күліп жіберді. Дұрыс айтасың, бауырым. Бұл пәлені қойғаныма 10 шақты жылдың белені болып еді. Көрдің бе? Мына шошқа бас әйел жан дүниемді қозғап жіберді. Мұндай сұмдықты өмірімде көрмеппін. Арақ ішкеннен соң даусының қырылы сәл-сәл басылды. Ол ойланып отырды да, сен білем, осы тосын әңгімені тыңдауға құштар болып отырсың. Мен бұл әңгімені әкем марқұмнан естідім. Ендеше тыңда бала. Бұндай оқиға тым ертеде болыпты. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында сұрапыл соғыс бітіп, ел есін жинай бастаған шақ. Соғыстың алдында білесің, Тұран даласында орасан ашаршылық болып, қазақ халқының тең жартысы қырылды. Миллиондаған қазақ шетелдерге босқын болып кетті. Ұлттың қаймағы болып есептеледі.